Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгін біз сіздермен Modis ғарыштық түсірістермен жұмыс істеуді бастаймыз. Енді ең алғашқы осы практикалық сабақ негізгі мақсаты Modis жүйелерін жүктеу, одан бөлек фильтр құралын қолдану және уақыт аралықтарын таңдау және де полигон бойынша өзімізге қажетті аймақтарды кесіп алу болып табылады. Сіздер ең алғашқы Google Chrome'ға кіресіздер де осы жақта Modis 44B 061 Terra Vegetation деп жазатын болсаңыздар, ең алғашқы кіретін Google Earth Engine Datasets, яғни солардың деректеріне назар аударатын болсаңыздар, сол бойынша қажетті скриптті жүктеп алуларыңыз қажет. Енді көріп отырғандарыңыздай, Modis'тің 250 метрлік NDVI көрсеткіштері осындай түрде көрініс табады. Яғни сіздерге ең алғашында оның Modis 061 mod 44B атты комбинациясын жүктеп копировать етіп алуларыңыз қажет. Одан кейін Google Earth Engine код эдиторға барып, мысалы өзіңізге қажетті бірінші айнымалыны анықтаймыз. Modis dataset image collection және де өзімізге қажетті деректерді жүктейміз. Енді осы деректерді картаға қосу үшін алдымдағы сабақта көрініс тапқандай map add layer функциясына жүгінеміз. Modis dataset көшіріп алып, бірінші бағанаға қоямыз. Екінші фигурные скобки және де деректердің аты, яғни Modis dataset 250 meters. Данды басып көретін болсақ, бізде қандай өзгерістер орын алады екен, соны байқап. Яғни көріп отырғандарыңыздай, бүкіл әлемдік деңгейде Modis деректері осылай көрініс табады. Енді уақыт аралықтарын анықтау үшін біз фильтр қосымшасының, яғни функциясының көмегіне жүгінеміз. Ол үшін точканы басып, фильтр және дейттің ішіне, егер сіздердің деректеріңіз өте үлкен болып табылғандықтан, нүктеден кейін біз оны келесі бағанаға көше аламыз. Фильтр дейт және осы жақта біз қай уақыт аралықтары қажет екенін анықтаймыз. Уақыт аралықтарын қоймас бұрын сіздер деректерді ең алғаш зерттеулеріңіз керек. Dataset availability, яғни қай аралықтарды қамтитындығы 2000-нан 2024 жылдар аралығын қамтиды. 2024 жылдың 5 наурызында бітеді екен, көріп отырғандарыңыздай. Енді осы аралықтарда, мысалы 2023-тің 03-01 және де 2023-03, яғни наурыз 2023 жылдың наурыз айындағы деректерді көрсететін боламыз осы бойынша. Енді осы деректерді көрсеткеннен кейін біз визуализация элементтеріне тоқталамыз, яғни көріп отырғандарыңыздай var visualization'ды копировать етіп осы жаққа екінші бағанаға қоямыз. Var visualization, енді visualization негізгі айнымалысын біз фигурный скобканың орнына арқылы қойып тексеретін болсақ, қандай түр өзгерістер болатындығы көрініс табады. Яғни біздің сол бойынша жасылдан сарыға дейінгі аралықтарды қамтитын болып табылады, көріп отырғандарыңыздай. Modis dataset 250 meters деген атау, бұл біздің бағанағы деректер кезінде орын алады. Енді келесі қадам бізде осы клип операциясын орындау. Клип операциясын орындау қандай түрде жүзеге асырылады? Қазіргі таңда біз өзіміздің аумағымызды тек кесіп алу үшін, мысалы, қандай анықтаймыз. Яғни 2023 жылдың наурызында ол тек бір ғана ғарыштық түсіріс емес, ол жақта көптеген ғарыштық түсірістер орын алады соған байланысты. Енді Алматы қаласының аумағын, атап айтқанда Алматы, Еңбекшіқазақ және Талғар аудандарының аумағын қамту үшін бізге draw rectangle деген құралдың көмегіне жүгінеміз. Яғни қажетті аймақтарды бірінші белгілеп алып, екінші жоғарғы бөлігінде мысалы қалай жасап, оған Алматы Polygon деген ат береміз. Polygon. Енді осыны біз біздің деректерге қоюымыз керек. Modis datasets'ті біз клип арқылы орындай аламыз. Яғни клип құралының көмегіне жүгінуіміз қажет. Бар.
клип модис дейміз. Клип модис. Енді модис дейтасетсті бұл жақта first функциясының көмегіне жүгінеміз. First'тен кейін клип, егер бұл жақта қателік жоқ болса, дұрыс кесу операциясы орындалады. Алматы полигонда клип функциясының ішкі бөлігіне біз қоюымыз қажет. Клип модисті аламыз да бізге модис дейтасетсін орнына қоямыз. Ранды басамыз да, яғни көріп отырғандарыңыздай біздің деректер мына жақта кесілгендігі көрініс табады. Енді осы деректерге картаның ортасына алып келу үшін не істейміз? Map, Center Object. Center Object дейміз да, Алматы Region полигонды осыға көшіріп аламыз. Басқа жаққа қояйық. Ең алғашында деректерді, яғни біз Қызылорда облысын, яғни Арал теңізінің аумағына көшті. Экстентіміз ран батырмасын басатын болсақ, бізге қажетті аймаққа тіркеледі және сол бойынша зерттеу аймағына тура ұшып баратындығы көрініс табады. Яғни осы бойынша біз модис деректерін анықтадық, image collection функциясымен таныстық, filter date функциясын қолдануды үйрендік, одан бөлек клипті анықтауды үйрендік, және де визуализация элементтер және алдыңғы сабақта анықталған функцияларды осы практикалық сабақта қолдандық.